Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы редактордың құрал саймандар тақтасы. Оқу мақсаттары, нысандар мен оқиғалардың 3D модельдерін құру. SketchUp программасында пайдаланылатын негізгі құрал саймандармен танысайық. Біріншісі таңдау. Қызметі керекті құрал немесе нысанды таңдайды. Бірнеше нысанды бірден таңдау үшін Shift пернесін басып таңдаймыз. Одан кейін компонент. Таңдалған нысандарға компоненттер таңдайды. Келесі палитра, бояу. Құрастырылған нысанды бояйды. Одан кейін ластик, өшіргіш. Құрастырылған нысаннан керексіз сызықтарды өшіреді. Келесі сызу құралдары. Бұл тік төртбұрыш. Аты айтып тұрғандай, тік төртбұрыш сызады. Келесі сызық. Нысандардың бастапқы сұлбасын сызуға арналған сайман. Одан кейін шеңбер. Бұл шеңбер сызуға арналған сайман. Келесі доға. Нысан құрастыруда доғалар сызуға қолданылады. Одан кейін көпбұрыш. Нысанға көпбұрыштар кірістіруге арналған сайман. Келесі қолмен сызу. Нысанды қалам көмегімен сызуға мүмкіндік береді. Келесі модификациялау құралдары. Сызбаларды 3D-ға өткізетін негізгі құралдарға жатады. Орын ауыстыру құралы. Кез келген нысанның орнын ауыстыруға пайдаланылады. Егер Ctrl пернесін басып тұрып жылжытсақ, онда нысанның өзі орнында қалып, көшірмесі жылжиды. Одан кейінгі созып тарт. Нысандарға 3 өлшем беретін құрал. Таңдаған 2 өлшемді фигураны тартып созғанда, жоғарыда дәл осындай объекті пайда болады. Келесі айналдыру. Нысанды толықтай айналдыра отырып, ауыстырады, немесе белгілі бір бөлігін айналдырып көрсетеді. Келесі батырма менімен жүр. Созып тарт құралының жетілген түрі десек те болады. Нысандарды белгілі бір бағытқа бұрады. Келесі батырма масштабтау. Нысанның өлшемдерін немесе пропорцияларын өзгертеді. Одан кейін контур. Ерекшеленген аймақты ішке немесе сыртқа тартады. Оқушылар SketchUp арқылы 3 өлшемді нысандарды құрастырудың бастапқы құралдарымен таныстыңдар. Енді алған білімдеріңді іс жүзінде пайдаланып көрелік. Кітаптағы нөмірі 1-ші тапсырманы орындаймыз. Ең алдымен SketchUp бағдарламасын ашып аламыз. Бағдарламаны іске қостық. Енді тік төртбұрыш батырмасын басамыз. Жұмыс алаңындағы сүйеніп тұрған адам координаталық сызықтардың басына меңзердің ұшын қойып, тік төртбұрыш саламыз. Дәл осы жерге тік төртбұрышты сызып аламыз. Созып тарт батырмасын баса отырып, тік төртбұрышты созу арқылы дәл осындай көлемдегі фигураны сызамыз. Оқушылар, осымен бірінші тапсырмамыз аяқталды. Екінші тапсырманы орындаймыз. Төбесі цилиндр бас киім құрастырыңдар, оны бояңдар. Бұл тапсырманы орындау үшін төмендегі әрекеттерді орындаймыз. Ең әуелі шеңбер батырмасын басып, жұмыс алаңына меңзерді қойып, шеңбер сызып аламыз. Одан кейін контур батырмасын таңдап, сызылған шеңбердің ішіне тағы бір қосымша шеңберді бөлектейміз. Одан кейін созып тарт батырмасын таңдап, бөлектенген шеңберді тартамыз. Келесі заливка батырмасын басу арқылы керекті түсті таңдап, бояймыз. Мінеке біздің төбесі цилиндр бас киіміміз дайын болды. Дәл осылай SketchUp бағдарламасында практикалық жұмыс жасап көріңдер.